Ассалаумалейкум жігіттер, қыздар. Сіздер білесіздер ме, кеңес үкіметі не үшін біздің тарихымызды жоюға тырысты? Себебі тарихы жоқ елдің болашағы да жоқ. Міне сол себепті мен біздің тарихымызды дамытуға, жандандыруға өз үлесімді қосып отырмын. Оған дейін мен Отырар қаласының түрік қағанатының жобаларын жасадым, басқа да тарихи жобалар жасадым. Енді міне Сарайшық қаласының жобасын жасап жатырмын. Әрине бұндай үлкен проект жасауға жалғыз өзіме көп уақыт керек және көп күш керек. Және маған ешкім үкімет болсын бұндайға қолдау көрсетпейді. Бұл жай ғана менің өзімнің жұмысым. Міне жігіттер, қыздар, енді маған сіздерден қолдау керек, үлкен көмек керек. Ол қандай көмек? Осы қысқаша видеоны таныстарыңызбен WhatsApp группаларда, Telegram группаларда бөлісіңіздер. Міне осындай Сарайшық қаласының жобасы жасап жатыр. Қазақ сәулетінің арасында тіркелейік деп көп адам тіркесеңіздер, маған ол өте үлкен көмек. Және мен одан ары қарай жұмыс жасауыма және одан ары қарай басқа да тарихи жобалар жасауыма көптеген мотивация береді. Міне жігіттер, қыздар, бүгін қысқаша видеода сіздерден осындай қолдау күтемін, қолдау сұраймын. Бұл тек қана менің тарихым емес, бұл бәріміздің тарихымыз.